Құрметті оқырмандар, қазіргі таңда біз Қара Ауыл ауылы Абай саябағында тұрмыз. Осы негізгі алаңда біздің Абай Құнанбайұлының 180 жылдығына арналған іс-шара өтетін болады. Қазіргі таңда бізде мұнда осы үлкен алаңда 28 киіз үйіміз құрылған. Соның бірі біздің Шығыс Қазақстан облыстық тарихи-өлкетану музейінің жаңағы киіз үйі. Қазіргі таңда соны барып көретін боламыз. Көріп тұрғандарыңыз бұл біздің жаңағы 12 қанаттық үлкен қазақ үйіміз. Ал енді ішіне кірейік. Көріп тұрғандарыңыздай қазіргі таңда бізде дайындық жұмыстары жүргізіліп жатыр. Яғни барлық археологиялық жәдігерлерді орналастыру, реконструкцияларды орнына қою жұмыстары жүргізілуде.